Сәлем баршаңызға. Бүгін оңай әрі тез дайындалатын сүзбелі печенье дайындайтын боламыз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, алда көптеген жаңа рецепттермен бөлісемін. Сүзбенің үстіне үй температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз, бір келкі болғанша. Оның үстіне 3 ас қасық қантымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қантымыз еруі қажет. Бір келкі сүзбелі масса болған соң, үстіне аз-аздап бөліктеп ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырымызды дөңгелекше етіп, тоңазытқышқа 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Демалған қамырымызды шығарып, оны 2 бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін жұқа етіп жаямыз. Жұқа болғанда да қатты жұқа емес, орташа жұқалықта жаямыз. Жайылған қамырымыздың жан-жағын кесіп алып тастаймыз. Яғни қисық, дөңгелек жерлерін барлығын алып тастап, шаршы жасаймыз. Пышақпен немесе осындай роликтің көмегімен ұзынша етіп кесіп шығамыз. Ұзыншаларымызды тағы да бөліп шығамыз. Әр бөлігіне қант пен корица сеуіп шығамыз. Сосын оны рулетше дөңгелетіп шығамыз. Сондай печеньенің формасы шығады. Пергамент төселген формаға салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут қызарғанша пісіреміз. Осындай әдемі жұмсақ печенье шығады. Қаласаңыздар, бетіне сахарный пудра сепсеңіз де болады. Бұл тек өз қалауларыңызда. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.